Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге WhatsApp-қа ссылка қоюды үйрететін боламын. Ең алдымен маған подписаться етіп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізде осында WhatsApp-та көптеген блогерлерде өнім сататындар осындай ссылка тұрады. Оны жасау үшін бірінші Google-ға кіреміз да, чат API конструктор деп жазамыз. Соның ішіне кіреміз. Осында екі бағыт шығуы мүмкін, немесе тек қана чат API-дің өзі ғана шығады. Біріншісіне немесе екіншісіне кіреміз. Осылай кіргеннен кейін өзіңіздің телефон номеріңізді действующий WhatsApp-тағы номерді жазасыз. WhatsApp-тағы номеріңізді қатесіз теріп болғаннан кейін қандай өнім сатасыз, немесе клиенттеріңіздің саған не деп жазғанын қалайсыз, соны осындай жазатын боласыз. Қазір мысалға, сәлеметсіз бе, өнім жайлы білгім келеді деп мысал ретінде жазамыз. Дәл осылай жазып болғаннан кейін создать ссылку дегенді басамыз. Сонда бізге осындай ұзақ көлемді ссылка жасап береді. Осындай үлкен болады. Енді оны кішірейтеміз. Бірінші оны көшіріп аламыз, копировать етіп. Сосын қайтадан Google-ға кіріп u.to деп жазамыз. u.to деп жазамыз. Вот сокращение ссылок деп шықты. Соған кіріп, жаңағы ұзын ссылкамызды қоямыз. Бұл бізге ұзын ссылканы қысқартуға көмектеседі. Осылай қысқартып, дайын болған ссылканы көшіріп аламыз да, копировать етіп, Инстаграмға кіріп, көшіріп алғаннан кейін өзіміздің Инстаграм парақшамызға кіріп, осында редактировать профиль дегенді басып, өзіңіздің ссылкаңызды қоясыз. Міне мұнда ссылка деп жазылып тұр. Осы ссылканың үстін басып, жаңа дайын болған ссылканы қосып қоямыз. Менде бір ссылка бар, сіздерге көрсету үшін тағы қоямын. Ставить етеміз. Готово. Сізде ссылка дайын болды. Енді осылай басынан кіріп көреміз. Ссылканың үстін басамыз. Біз дайындаған ссылка осылай шығады. Үстін басамыз. Содан автоматты түрде бізде WhatsApp-қа өтетін болады. Және өзіңіздің жазған сөзіңізбен бірге оқырманнан немесе клиентіңізден осылай байланысқа шыға аласыз. Рахмет достар, сау болыңыздар.